Ассалаумағалейкум, барлықтарыңызға қалайсыздар, амансыздар ма? 16 желтоқсан тәуелсіздік алған күніміз құтты болсын. Барлықтарыңызды құттықтаймын. Енді қазір қалаға тірліктерімізбен шықтық. Бұйырса қызықты нәрселер күтіңіздер. Қайырлы күн баршаларыңызға. Кеш мен опрос қойғам ғой, жаңа жылда не сыйлық күтесіз дегенге. Сонымен әрқайсы өзінің версияларын жазып жатыр екен. Біреулері iPhone дейді, біреу машина алып берсе екен күйеуім деп жатыр екен, неше түрлі нәрсе. Енді все-таки жаңа жылда сыйлық алғым келеді, иә. Енді тем более әйелдер қауымы сондаймыз ғой, сыйлықты әйтеуір күтіп тұрамыз. И маған көзіме түскен, соның арасында көзіме түскен сұрақ болды да. То есть төркініме барсам, мама папама дейді, төркініне барғысы келеді екен, қасында болғысы келеді. Сонда сіз жылына сонда қанша рет барасыз төркініңізге, барудың өзі қиын ба сонда? Айналайындар-ау, білмеймін енді, может семьяға байланысты ма, я барған жеріңізге жібермейтін шығар, может, бірақ все равно әке-шешеңіз болса барып тұрыңыз, барынша көбірек барсаңыздаршы. Или шынымен де жібермейді ме, айтыңызшы. Ондай отбасы бар ма, сонда төркінге жібермейтін. Мен мысалы әке-шешем болса, мен өзі сұрғайтын, айналайын жылына 3 рет 4 рет это минимум дейтін едім. Или не знаю, мен түсінбеймін оны. Ешқандай сыйлық күтпеймін, ешкім әпермейді дейсіз ба? Ешкім әпермей қойсын, өзіңізге өзіңіз жасаңыз. Біреудің күтпей-ақ, зачем біреудің күтіп? Өзіңіз тұрғанда. А если күйеуіңіз болып ондай түсінбейтін болса, намектамаңыз, прямо айтыңыз. Кейбір күйеулер намекті түсінбейді. Аллаға шүкір әйтеуір мен күйеуім түсінеді екен. Бірақ мен әлі ешқандай нәрсе намектамадым, потому что Аллаға шүкір менде барлығы бар. Прям мынау керек деп. Но бірақ если қатты қаласам, мен прямо айтам күйеуіме. Ол әйтеуір түсінеді оны. Қашан әпереді өзі біледі. Главное айтам. Менде нәрсе алғым келеді деймін. Мен айтпаймын маған точно осы уақытта маған әперу керексің демеймін. Өзі шешеді. Қашан әперсе де. Деп жатыр жаңа жылда. Әйтеуір бассыз әперсе болды ғой қалған затыңызды. Что прям қатты бай мен сыйлық алам, сыйлық айту деп соған бір тіреліп алмаңыздаршы. Бастысы бұл өмірде денсаулықпен амандық қой. Қалған бәрі бола береді, сәл шыдасаңыздар. Алып береді келдіңіз. Жұмысқа келдім. Атамды алып аягөзге бердім. Аягөз өзінің шебер қолдарымен 2-3 күнде тігіп дайындап береді. Негіз бір күнде тіге салады, бірақ мен 2 күн беріп тұрмын. Қаш 1 сағатта тіге салады. Сондай шебер қызды көрдіңіздер. Егер де сіздерге жаңа жылға көйлектер, тойға көйлектер керек болса, астына Instagram парақшасы қалдыратын боламын. Сол жерге өтіп, аягөзге жазсаңыздар болады. Любой сложности бітіреді.